I know every color bleeds into the same. Hammaga salom, mening atim Timur. Yevropada, Germaniya mamlakatida Forada жұмыс істеймін. Бүгін сіздермен қалай жұмысқа орналасу бойынша керекті мәслихаттар, қандай документтер жинау керек, сол туралы видеода толық түсіндіріп кетуге әрекет қыламын. Біріншіден, бұл жұмыс сізге тура келе ме, келмей ме, соны анықтап алсақ, бұл жұмысты өзін стресс халатта жақсы ұстатуын, әмде провокацияға қарамастан жұмыс істейтуін, ұлым айтқанда нервный адамдарды бұл жұмыс жақтырмайды. Бұл жұмыста спокойный һәм ответственный адамдар келуін мәслихат берер едім. Себебі бұл жұмыста стресс уақытлар болғанда сіздің рөлдегі состояниеңіз қатты ахметті болады. Көп адамдар бұл жаққа келгенде стресс халатына түсіп қалады. Һәм біреуді қысып кету, или жағы нерв шыққан уақыттарда көп штрафқа түседі, мысалға радарға түседі, знакты көрмей қалуы мүмкін. Басқа да штрафқа түсетұғын қағидаларды бұзуы мүмкін. Или вообще внимательсіз жоқ айтып, фураны жолдан шығарып жүру қартыларым көп ұшап тұрады. Соның үшін спокойный һәм ответственный адамдарды бұл жұмыс жақсы кірісіп кетеді сондай адамдар. Сонымен бірге бұл жұмыста көбінесе бойдақларға мас келеді. Себебі бәрібір семьялы адамдарға қарағанда бойдақлы адамдар проблема аз деп айтамыз ба, қалай дейміз. Әмме түсінді. Егер де семьялы болсаңыз, 4-5 айлап бала шағаңызды тастап кету жұмысы қатты неғыл дейді. Бұл жұмысқа бәрібір кесентеді. Себебі сағыныш сезімі бәрібір ойлатпай қоймайды адамды. Енді қандай документтер керек, һәм жас мәселесі қалай болады, ұлыма қанша расход кетуі мүмкін документ жинау үшін деген сұрауларға біргелікте жауап аламыз, әсәмеміз. Біріншіден, загранпаспорт сірә керек, бұл бір минимальный есаплай берің. Справка не судимости апостолменен бірге. Справка не судимости бір 10 мың сом, 15 мың сом шығар, бір айнада алуыңыз. Апостол істетуім сол бір айнадан кетеді, ол бір аптада айланып келеді. Просто барған уақытында айтуыңыз керек, маған справка керек, соны апостол қолдырым керек десеңіз. Апостол деген бұл өзі печать. Ташкенттен печать ұрылады, сол печатпен айланып келеді. Ол английский тілде болады, шетке шығатын болсаңыз, постоянно сол апостол қолдырады. Апостол қолдыру бір 50 мың сом болуы мүмкін. Бір аптада айланып келеді. Һәм оны келгеннен кейін ол справканы да английский тілге аудартуыңыз керек. Мен өзім қазір 100 мың сом деп қояйын, нотариуске беруіңіз керек. 100 мың сом берсеңіз, сол справканы сізге английскийге аударып, заверт қылып, бір документке 100 мың сом пұл алады. Һәм права С категория. Енді С категориялар барларым бар, ішінде Е категория жоқларым бар, С категория барларым бар. Оны өзіңіз қосып кете бересілер. Енді кімде бар, кімде жоқ мен білмеймін. Лекін праваны тасқылау справкасы, или қалай айтқанда права подтверждение алу керек гайден. Бұл праваны алған гай басқармаңыздан барып алынады. Ол бесплатный. Һәм оны английский қылу керек оны да. Олам 100 мың сом деп қоя берің. Через нотариус болады. Кейін стаж справка mygov.uz сайтынан, мемлекеттік сайтынан жүктеп алуыңызға болады. Бұл бесплатный. Енді оны переводлату бәрібір 100 мың сом тағы төленеді. Через нотариус болады, 100 мың сом бересіз. Стаж дегенде форада емес, енді бұл жақта әзір сіздерге айтамын, форада 5 стаж алатындар, 5 фирманы әзір сізге айтамын. 5 стаж деген уже бұл справка керек емес сізге. Егер бұл справка болса, документіңіз сонша тез бітеді, һәм бәрібір жақсы бола береді стажы бар болса. Жоқларға мен айтамын. Кейін стажға 100 мың сом қойдық.
чип карта Тахоров үшін. Сол туралы аз ғана маалымат беріп кетсем. Чип карта деген өзі не? Фураның ішінде Тахоров деген құрылма болады. Тахоров деген құрылманың вазифасы бұл сіздің машинада кім отырды, қанша уақыт жұмыс істеді, қанша уақыт демалды, бұның бәрін есептеп тұратын құрылма болады. Ол құрылма өзін өзі істемейді. Оған сіз чип картаңызды тығуыңыз керек ішіне. Чип картаңыз машин біледі ки, мынандай адам, мынандай жұмыс істеді, мынандай сағат жұмыс істеді деп сақлап қояды. Чип картаның өзі қайерден алынады, һәм неше сом тұрады. Ал чип картаның өзін мен азыр сөйлетіп шығадым, жерге сол адреске барып аласыз. Ташкентте. Оның өзі 1.350.000 сом еді. 1,5 жыл алдын. Менімше 2 жыл алдын. Қазір қанша болды білмедім. Минималный көтерілгенге есапқа алғанда да қазір 1.500.000, 1.700.000 атрапында болуы мүмкін. 1.500.000 деп қояйын. Ол чип карта 15 күннен бір айдың ішінде шығады. Оны барып алсаңыз да болады, или поштамен салып жіберсе де болады. Барған уақытыңызда айтасыз. Барған уақытта да қолыңызда құрдан құр сізге чип карта бере бермейді. Ақшаңызды берсеңіз, қолыңызда праваңызда сыйға жөгере басылған праваңыз болу керек. Барған уақытыңызда. Оның аты Ташшаға трансхызмат па. Сондай департамент. Азыр атын ұмытып тұрмын. Фото шығады. Әмме есептеп қойған болса, созатлары кетеді сумманы. Әмме өзі үшін неше сом кететінін шығарып алды. Қазір мен өзім есебім бойынша айтсам 375.000 сом плюс загранпаспортқа. Кейін стаж неше дейміз справка 100.000 сом деп қоя берейік. Алу апостылмен азыр переводларын кейін есептаймыз. Так, кейін чип картаға 1,5 миллион сом. Һәм стаж бесплатно алынады. 1,5 миллион сом. Тағы 3 документті 100.000 сомнан перевод етсеңіз 300.000 сом. Енді жол кірей, жеп шу, 1,5 миллион сом қоямыз. Сонда бір үшінші мәселе. 5 стаж алып тұрған жаңа айттым, 5 фирманы айтаман дедім. Бұл біріншіден реклама емес, ешқандай. Бұл информация ашық интернеттен алынған. Бұл ешкімге мына фирмаға бар, или мына фирма жақсы деп айту мақсат емес. Бұл сізге просто информация үшін берілетін зат. Біріншіден Гертека, екіншіден Хоптранс, үшіншіден Хегельман, төртіншіден Трансмея, бесіншіден Транстира. Бұл 5 фирма мен білген ең үлкен фирмалардан. Әрқайсының ішінде 2,5 машиналары бар. Енді һәм басқа фирмалардан көруге болады, оның үшін сізге ссылка қалдырамын. Ссылкада сайт қалдырамын, Driver Info деген сайт. Бұл сайтқа кірсеңіз, ішінде Европаның һәм мемлекеттерінде қандай логистика фирмалар ашылды, новыйда ашылған фирмалар бола ма, бұрыннан бар фирмалар бола ма, һәм фирманың атларын жазып, логотиптерін түсірілген маалыматтар бар ішінде. Сол сайтқа кіріп, ішінен отзывларға кіріп, отзывларды ішінен Литваны сайлап, ішінде қандай фирмалар бар болса, соның ішінде һәмме фирмаларды ашып көріп, ішінде адамдар, сол жерде істеп жатқан адамдардың, һәм істеп кеткен адамдардың отзывлар жазылады, һәм айлықтары туралы маалыматтар жазылған болады. Соған кіріп тұрып, сояқтан алсаңыз болады. Ол жерде фирма көп. 4-5 мың фирма бар. Ең үлкен фирмаларды ішінде неше машин бар екен туралы мағлұматлар жазылған. Енді жоғарыда атып өткен фирмаларды стажировкаға барғаннан кейін стажировкаға шығарады, оқытады. Содан кейін барып қашан өзіңіз бір отдельный фура алып өзіңізге сөйтіп мініп бастағаннан кейін бастап қанша айлық төлеп бастайды сізге. Әммеге сол қызық. Аяғы айттым, 2.000 евродан 2,5 евроға дейін дегенім. Бұл басында 70 евродан минимальный басылам төленіп басталады күніге. Күніге есептасаңыз, айда неше күн болса, 30 күн, 30 күн есептағанда да 2.100 евро болады. Бұл брутто, нетто емес. Брутто деген бұл расходларыңыздың бәрі соның ішінде.
жеп ішуіңіз, енді бұяғында өзіңіз білесіз, қанша сауап, қанша салмауыңызды, қанша экономап істетуіңізді, оны бұяғыңыз, о жағын өздеріңіз есаптарын ала бересіздер. Бірақ минимальный 70 евродан бастанады, һәм 84 евроға дейін, 85 евроға дейін бар бір күніге барған уақытыңызда, жұмысқа шыққан уақыттан бастап. Енді стажировкада жүрген уақытында да пұл төленеді, бірақ бір фирмалар 30 евродан, бір фирмалар 35 евродан пұл төлейді. Әр фирмада әр түрлі ставкалар бар. Стажировкада жұмысқа қарап, мысалға біреулер бір апта жүріп шығып кетеді, тез үйреніп, біреулер бір айлап жүріп қалады. Бұл адамның өзіне байланысты, қанша үйреніп, өзін алып кетуіне байланысты. Соған қарап тұрып, расчетыңызды істей бересіздер. Сондай, әммеге әумет, кейінгі видеода жұмысқа келгенде нелерге етібар беру керек, һәм қандай затларды алып келу керек бұяға келгенде. Сол туралы видео шығарамыз, iltimos каналға ағза болың, һәм қандай видеолар көруді қалайсыз, һәм қандай мағлұматтарды білуді қалайсыз, iltimos комментарияға жазып кетің, һәм сол туралы видео түсіруге әрекет қыламыз. Видеоға қоңыраушаны басып кетің, iltimos, һәм таза видео шыққан уақытында. Әммеңізге әумет тілеген қалда сіздермен қолдашамын, сонымен тамам. Комментария қандай мазмұндағы видео шығуын қалайсыз, сол туралы жазың. Достарыңызбен каналды бөлісің. Телеграм каналымызды қостың, ол жақта Европа мемлекеттерінде жүрген замандастарымыздың мәслихатлерін сұрап алсаңыз болады. Подписка һәм қоңыраушаны басып қойың, бұл менің сізге керекті видеолар шығаруыма үлкен мотивация береді, һәм каналдың рауажлауына үлкен үлесіңізді қосқан боласыз. Кейінгі видеода жұмысқа келгенде нелерге етібар беру керек, һәм қандай затларды алып келу керек, сол туралы видео шығады. Әммеңізге әумет, әммеге рахмет, сау болың.